Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін біз пирамида салатын дайындаймыз. Ол үшін бізге бір қияр, укроп және кинза, охотничьи сосиски, натуральный сыр, корнишоны және черри помидор қажет. Және ыдысымызды дайындаймыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Сосисканы видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Турап болғаннан кейін ыдысымызға саламыз жақсылап. Одан кейін сыр тураймыз. Сыр бізде натуральный болған дұрыс. Мен екі түрлі сырды араластырдым достар. Біреуі комо сыр, біреуі эмер деген сыр. Осылай жақсылап бәрін турап араластырдым. Негізінде ірі-ірі қылып тураған әдемі көрінеді. Черри помидорды тураймыз. Черри помидор жоқ болса, кәдімгі помидор қолдануға болады. Одан кейін свежий огурцы жақсылап турап аламыз. Осылай бәрін саламыз. Келесі кезекте бізде корнишоны. Корнишондарды екіге немесе үшке бөлсеңіздер жеткілікті. Осылай жақсылап бәрін турап салып дайындап аламыз. Одан кейін бізде кинза және укропты тураймыз. Енді біз салатқа соусымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ, горчица және чеснок қажет. Одан кейін лимон шырыны болса, лимонды қосып жіберген дұрыс достар. Жақсылап чеснокты турап алып, 3-4 ас қасық қаймақ және 1,5 ас қасық горчица қосамыз. Соусымызды жақсылап араластырамыз. Салатымызға бәрін қосып араластырамыз және жаңа біз қолданған корнишоныдан 1-2 ас қасық суын құйып жібереміз. Солай бәрін жақсылап араластырамыз. Міне достар, біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді. Описанияға рецепті қалдырып кетем. Каналыма жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыз.